Арма құрметті көрермен, Гиннес рекордтар кітабына енген ерекше кейіпкерлер мен оқиғалар жайында хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып туризм. Ал кеттік. Қазақ жеріне жасалған алғашқы саяхатты Ұлы Жібек жолымен байланыстыруға болады. Қазақстан аумағында бірінші болып қажылық туризмді ұйымдастырушы Әмір Темір. Оның күшімен тұрғызылған ескерткіш кесенелер туризмнің әлеуметтік қызметін қалыптастыруға көмектесті. Еліміздегі алғашқы турбаза 1931 жылы Алматы қаласында құрылды. Алғашқы туризм федерациясы бірінші рет 1959 жылы ұйымдастырылған. Ал жердің ең суық нүктесі Антарктидада болған бірінші қазақты білесіз бе? Ол Марат Мұсабаев деген ағамыз. Оқиға 60-шы жылдардың соңында болған. Бұл уақытта Марат Амангелдіұлы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің зертханасында ғарыштық сәулелердің әртүрлілігін зерттеп жүрген ғылыми қызметкер болатын. Бір күні жер полистерін зерттеуші Кеңес одағының батыры Эрнст Кренкельдің экспедициясына шақырту алады. Сөйтіп ғалым ағамыз Мирный станциясының ғылыми обсерваториясында иондық камералардың көмегімен ғарыштық сәулелерді зерттеп қайтады. Солтүстік полюске 4,5 мың метр биіктіктен парашютпен сәтті секірген алғашқы қазақстандық Асхат Қаратабанов. Солтүстік полюске ең бірінші қазақстандық шаңғы экспедициясы 2015 жылы ұйымдастырылды. Тұңғыш рет тәуелсіздік полюс атты Қазақстанның ғылыми зерттеу экспедициясы шаңғымен оңтүстік полюсті бағындырды. Және 2016 жылы Антарктиданың ең биік нүктесі Винсон шыңына шығып, Қазақстанның мемлекеттік туын тікті. Қазақстан аумағына бүкіл жер жүзіне қарай жол тартқан тұңғыш және жалғыз яхта капитан Евгений Гвоздев жасаған Лена яхтасы. Ол жалғыз өзі жер шарын айналып өткен ең қарт адам ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген. Еліміздегі алғашқы вейк-парк 2015 жылдың 1 ақпанында Бурабай шипажайы аумағында ашылды. Тамғалы тас атты бірінші Қазақстанда халықаралық фестиваль 2013 жылы Тамғалы тас шатқалында, ал Ұлы Дала рухы атты ең алғашқы халықаралық этнофестиваль 2016 жылы Іле-Алатау бөктерінде өтті. Осы жылы елімізде бірінші керуеншілер клубы құрылды. Қазақ туризмі атты алғашқы ұлттық компания 2017 жылы жұмыс жасай бастады. Осы жылы Жамбыл облысында алғаш рет көне Тараз атты халықаралық туристік форум және көрме өтті. Тұңғыш рет Қазақстанның көне қалаларының бірі Түркістан 2017 жылы түркі әлемінің мәдени астанасы атанды. Ал қазақстандық байгер Дмитрий Петрухинді білмейтін адам кемде-кем. Ол Қазақстанның мемлекеттік туын желбіретіп 150 елді аралап шыққан алғашқы қазақстандық мототурист. 2014 жылы жыл таңдауы жыл адамы фестивальде Дмитрий Петрухин Қазақстанның халықаралық беделін арттырғаны үшін арнайы сыйлығына ие болды. Сондай-ақ ол достық және құрмет ордендерінің иегері. Алматыда бірінші отандық альпинистер клубы 1935 жылы құрылған. Аса көрнекті альпинист Евгений Колокольников 1940 жылы Қазақстандағы бірінші спорт шебері атанды. Қар барыс атағын иеленген алматыға атақты альпинист Андрей Пучинин 2009 жылдың жаз айында Килиманджарода әлемдік рекорд орнатқан. 2010 жылы Еуропаның ең биік шыңы Эльбрусқа 2 сағат 34 минут 33 секундта шығып, рекордты жаңартады. Мына бір дерекке назар аударыңыз. 1943 жылы Эльбрус шыңынан фашистің туын жерге лақтыру тапсырмасын орындаған жалғыз қазақстандық альпинист Леонид Кельц екен. Хабарымыз ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз. Қызықтың бәрі әлі алда.